Егер видео пайдалы болса, арнаға қолдау көрсетуге болады. Барлық реквизиттер сипаттамада. Рахмет. Оның байлығы 39,8 миллиард долларды құрайды. Бұл оны планетадағы 13-ші ең бай адам етеді. Ол Ларри Пейджбен бірге Google іздеу жүйесін құрды. 1996 жылдың күзінде Стэнфорд университетінің веб-сайты өз бетіне жаңа іздеу функциясын қосты. Соған қарамастан, оның қарапайым дизайны аспиранттар Ларри Пейдж мен Сергей Бриннің лайықты туындысы болып шықты. Сервердің өзі, барлығы 1 терабайт қатты дискісі бар, Сергейдің жатақханасында орналасқан. Бұл жұмыс революциялық жаңа іздеу тұжырымдамаларына негізделген. Ол алынған беттерді оларға сілтеме жасайтын басқа сайттар саны бойынша жүйелеу идеясын жүзеге асырды. Бұл тәсіл алынған материалдың ең жоғары іздеу нәтижелерінде ең жоғары өзектілігіне әкелді. Бұл іздеу опциясы және оны пайдаланудың қарапайымдылығы университеттен тыс жерлерде де жанкүйерлерді тез тапты. Бэкап жүйенің атауы 1998 жылдың жазына қарай күнделікті аудитория саны 10,000-нан асты. Бұл Стэнфордта наразылық тудырды, себебі іздеу жүйесінің сұранысы университеттің жалпы трафигінің жартысына жуығын тұтынатын болды. Сонымен қатар компьютерлік бұзақылық айыптаулары пайда болды. Мәселе іздеу жүйесінің құпия құжаттарға қол жеткізуге мүмкіндік беруінде болды. Университет кез келген адамға меншікті ақпаратқа көз жүгіртуге мүмкіндік берді. Бұл тым көп болды. Жобаның ғылыми құндылығы барлық күткеннен асып түскендіктен оны жабу қаупі төнді. Сергейдің өзі бұған келесі сөздермен жауап берді. Белгілі бір сәтте мен таңдау алдында тұрдым. Өз бизнесімді бастау немесе оқуды жалғастыру. Sun Microsystems компаниясының негізін қалаушылардың бірі Энди Бехтолхайм күтпеген жерден жаңадан келген адамға таңдау жасауға көмектесті. Іздеу жүйесінің мүмкіндіктері туралы презентация кезінде Энди қатты асығыс болып, сол кездегі Google Inc. компаниясына $100,000 чек жазды. Бұл Сергейді толығымен таң қалдырды. Бірақ ақшаны алу үшін компания ресми түрде құрылуы керек еді. Бұл бизнес пен ғылым арасындағы дауды шешті. Пейдж бен Брин академиялық демалыс алып, достары мен туыстарына қоңырау шала бастады. Бұл оларға бір апта ішінде $1 миллион бастапқы капитал жинауға көмектесті, ал 1998 жылдың 7 қыркүйегінде Google Inc. ресми түрде іске қосылды. Әкенің ең жақсы сыйлығы. Қазір Америка азаматы Сергей Михайлович Брин 1973 жылы 21 тамызда қарапайым мәскеулік еврей отбасында дүниеге келді. Оның әкесі Михаил Брин математик, ал анасы Евгения инженер болып жұмыс істеген. Сергейдің әкесі Кеңес одағында антисемитизммен жиі кездескенін еске алады. Бұл ашық емес еді, оны қуып шығармаған сияқты, бірақ олар оны қабылдауға да құлықсыз болған. Мәскеу мемлекеттік университетін бітіргеннен кейін, ол аспирант бола алмады, себебі. Бұл партия комитетінің шешімі болды. Осыдан кейін Михаилдың табандылығы оны докторантурасын өз бетінше жазуға мәжбүр етті. Оған академиялық мақсатта шетелге шығуға рұқсат етілмеді, бірақ таңқаларлықтай, оған шақыру арқылы рұқсат етілді. Ол тек 1970 жылдары тұрақты тұра алды, ал Сергей Америкада 6 жаста еді. Бұл оған жаңа ортаға тез бейімделуге мүмкіндік берді. Дегенмен математика өте нашар оқытылатындықтан мектеп жалықтыратын болды. Әкесінің керемет сыйлығы Commodore 64, бұл Сергейге мектеп жұмыстарын қағаз түрінде тапсыруға мүмкіндік берді. Орта мектепті бітіргеннен кейін, Сергей Мэриленд университетінің математика факультетіне түсіп, үздік бітірді. Содан кейін оның жолы оны Стэнфордқа алып келді. Онда Брин өзін талантты және өте қабілетті студент ретінде көрсетті. Мұнда ол таңқаларлық пәндер жиынтығын таңдады. Би, желкенді спорт, жүзу, гимнастика және тағы да сүйікті математикасы. Ларри мен Сергей университетте кездесті. Бастапқыда олар ортақ тіл таба алмады және үнемі келіспеушіліктерге тап болды. Достардың негізгі мақсаты интернеттегі ақпарат іздеу болды. Бұл салада олар жаңа іздеу алгоритмі PageRankқа патент алды. Олар өздерінің идеяларын университетте оқып жүргенде ақ жүзеге асыра бастады. Бұл ақырында жабылу қаупіне әкелді. Себептері мақаланың басында сипатталған. Осыдан кейін олар өздерінің идеяларын сатуды шешті, бірақ Эндидің тағдыры күтпеген жерден өзгерді.
Бехтолсхайм достарын өздерінің Google компаниясын құруға тез арада шақырды. Компанияның қазіргі штаб-пәтері Калифорния штатының Маунтин Вью қаласында орналасқан. Сондай-ақ оның бүкіл әлемде, соның ішінде Мәскеуде жақсы дамыған кеңселер желісі бар. Google қанаттарында жиналған барлық қаражат тікелей бизнеске жұмсалды, жарнамасыз дерлік. Дегенмен бұл жаңа компанияның әлемдегі жетекші компаниялардың біріне айналуына кедергі болмады, бұл баққа белгілі болды. Қызығы, іздеу жүйесі бастапқыда қуатты компьютерлік серверлермен емес, жай ғана үстел үсті машиналармен жұмыс істеді. Егер сіз Google'дан шайтаннан да зұлым деп іздесеңіз, алдымен Microsoft, содан кейін Disney пайда болады деген әзіл болды. Бриннің өзі зұлым сөзі Билл Гейтстің алып компаниясымен ұзақ уақыт бойы байланысты болғанын әзілдеді. Бұл факт бақта көпшілікке мәлім болды, ал Google өзінің атағын қайтарып алды. Бұл пайдаланушылардың қызығушылығының артуына және нәтижесінде компанияның пайдасына келді. Іздеу жүйесі өте танымал болды, және оның мүмкіндіктері инновациялық даму жобаларының арқасында тез кеңейді. 2004 жылы компания акцияларын шығарып, биржаға шықты. Осы кезде Google өзінің танымалдылығының шыңында болды. Бұған сауда басталғанға дейін Playboy журналына берген сәтті сұхбаты, тыйым салынғанына қарамастан одан әрі ықпал етті. Google іздеу, немесе осы қызмет арқылы іздеу терминінің өзі синонимге айналды. Компанияның активтері бір жылдан кейін $100 миллиард асты. Компания өз қызметтерін кеңейтуді жалғастыруда, бірақ компанияның алғашқы мобильді операциялық жүйелері Android смартфондарының шығарылуына қарамастан іздеуге бағытталған негізгі бағыт басымдық болып қала береді. Сергей Брин планетадағы ең бай 20 адамның бірі. Сергей Бриннің есімі көптеген қызықты фактілермен байланысты. Бір Google негізін қалаушылар Стэнфордта, Калифорнияда диссертациясымен айналысып жүргенде, аспирант Брин Пейджге университетті аралап жүргенде кездесті. Брин Пейджге өте жағымсыз алғашқы әсер қалдырды, ол оны өте жағымсыз адам деп тапты. 2. Google атауы қателіктің нәтижесі. Брин мен Пейдж өз жобалар үшін Google атауын таңдады, бұл онының 100-ге дейінгі дәрежесін білдіреді. Алайда компанияның алғашқы инвесторы Энди Бехтолсхайм атауды қате жазып, Google'ға $100,000 чек жазды. Чекті қолма-қол ақшаға айналдыру үшін осындай атаумен компания тіркелуі керек болды. Брин танымал филантроп және қайырымдылық жасаушы, бизнесмен білім беру және әлеуметтік жобаларды қаржыландырады және еврей иммигранттарына айтарлықтай көмек көрсетеді. Демократиялық партияны жақтаушы Сергей көп мөлшерде қайырымдылық жасады. Барак Обаманың президенттік науқаны. 4-5 жыл бойы миллиардер бұрынғы әскери қызметкерлер мен күзетшілерден тұратын құтқару тобын қаржыландырып, апаттар мен табиғи апаттардан зардап шеккен адамдарға көмектесіп келеді. Құтқарушылар яхта, дронда пайдалы ақпарат жасау жалғасу үшін қолдау білдірем десеңіздер, реквизиттер сипаттамада.